10 жыл бұрын қонақ үй бөлмесінде Ник әкесімен кездесті. Ол ұлына айтпақшы болғанның бәріне мұқият назар аударуды бұйырды. Ол түсіндірді. Бір күні бір қыз бала ұлға гүл береді, және ол қызға не болса да бар күшін салып көмектесуі керек. Көп ұзамай әкесі дивизия деп аталатын отряд оларды тапқанын айтты және ұлдан көріпкел болжай алатын шешімдер қабылдамауды сұрады. Оның ешқайсысын түсінбесе де, Ник әкесіне бағынып, жасырынуға жүгірді. Сол сәтте, отряд басшысы өз нысанасын жою үшін пайда болды. Ник бірнеше сарбаздың лақтырылып жатқанын куә болды, бірақ соған қарамастан ұлдың әкесі жойылды, ал отряд оның денесін зертханаға апаруды шешті. Содан кейін екінші дүниежүзілік соғыстан бері үкімет адамдарға агрессивті эксперименттер сериясын жүргізгені ашылады. Олар психика қабілеттері бар адамдарды соғыс үшін супер қаруға айналдыруға тырысқан. Проблема сол, үкімет басшылары барлық қашқын мутанттарды планета бойынша аулап, жою үшін дивизияны құруды шешкен. Сонымен қатар, ондаған басқа супер адам вариациялары жасалған. Соның бірі Кесси көріпкел қыз, ол дивизия тұтқындаған анасын жоғалтқан. Бүгін дивизия зертханасының басшысы Генри тұтқындардың денелеріне қоспаларды қолдануды жалғастыруда. Дегенмен бір қолдану кезінде тұтқындардың бірі ғалымды алдап, оны ұрып, қолжетім картасын ұрлап кетеді. Әйел тез арада қауіпсіздік дабылын іске қосуға жүгіреді. Сол сәтте кіші шыны шар дәліздермен домалай бастайды. Үрейге түсіп, мутант шығу есігіне қарай барынша жылдам жүгіреді. Ол есік шыны шардың арқасында жабылмай қалады, қашқынның өмірін құтқарады. Генри көмекшісіне барлық ишілерді шақыруды бұйырады. Өйткені әйел инъекциядан аман қалғандықтан, ол оның нөлдік пациент, ең құнды үлгі екеніне сенімді. Бірнеше күннен кейін Азиядағы бір қалада Ник пәтерінде оянады және телекинетикалық дағдыларын жаттықтырғаннан кейін жергілікті бұзақылармен құмар ойнауға шығады. Проблема сол, ер адам көп бәстесін ұтып қалады және бар ақшасынан айырылмау үшін екі есе немесе ештеңе деп бәс тігеді. Бұл жолы ұтатынына сенімді. Дегенмен Ник тағы да бәсті ұтып қалады және қылмыскерлердің бірінің шабуылына ұшырап, оқиғадан қашуға мәжбүр болады. Кейінірек ер адам пәтеріне оралады. Онда ол қадағалау қабілеті бар дивизия агенттерінің жұбымен таң қалды. Содан кейін бейбіт өмір сүру үшін Ник жасырынып, өмір сүре бастағаны ашылады. Үнемі қоныс аударып, жауларынан табылмау үшін. Олар бұл ер адам мутант екенін білсе де, оларға мән бермейді және егер бостандықта қалғысы келсе, оларды ішке кіргізуін сұрайды. Өйткені олардың маңыздырақ нысанасы бар. Соңғы бірнеше жылда пәтерде не болғанын тексеру үшін күштерін пайдаланып, тергеушілер зертханадан қашып кеткен әйелді іздеп жатқанын айтады. Ник онда басқа мутанттарды білмейтінін түсіндіреді, және ол шындықты айтып тұрғанын түсініп, иісшілер кетеді. Ер адамға басқа қалаға жасырынбауын бұйырып, ол жұмыс істемейтінін айтады. Ашуланған мутант заттарын жинай бастайды және қаруын дайындап кетуге дайындалады, бірақ сол сәтте есігінен Кесси пайда болып, оны таң қалдырады. Жас әйел ер адамға көмектесу үшін келгенін түсіндіреді және мүмкіндігінше тез $6 миллион табу керектігін айтады. Кесси психик екенін түсініп, Ник оған көмектен бас тарта алмайтынын түсінеді. Жұп мейрамханаға барады және жас әйел оған ол транспортерлердің екінші буынына жататынын, телекинетикалық күштері бар, бірақ оларды дұрыс пайдалануды әлі білмейтін мутанттар екенін айтады. Сонымен қатар, Кесси Кирамен жұмыс істеп жатқанын, дивизия зертханасынан қашқан басқа мутант екенін түсіндіреді. Бұл қауіпті схемадан аулақ болуға тырысып, Ник кетеді, бірақ оны көмекке сендіруге тырысқан қыз қуады. Сол сәтте Кесси дивизияның көбірек мутанттарының бар екенін сезеді және ұсталмас бұрын кету керектігін айтады. Дегенмен жұп топпен қоршалып қалады және басына мылтық тіреліп, Кесси жауларын лақтырады. Көп ұзамай Ник екі басқа мутантты лақтырып, екеуіне де қашу мүмкіндігін ашады. Сол уақытта айқайшы мутант сахнаға шығады және қатты айқай шығарып, дауысының дірілі алдындағының бәрін жоя бастайды. Жойылмау үшін қашып, жұп тағы бір айқайшыға тап болады және басқа бағытқа жүгіруге мәжбүр болады. Көріпкел қабілеттерін пайдаланып, мутант аңшы нысандарының баратын бағытын болжап, айқайшыларды қоршап алу үшін үйлестіреді. Осының арқасында Ник пен Кесси айқайдан соғылады және массалық қира оларды жерге құлатуға келеді. Көп ұзамай айқайшы нысандарын шабуылдауды жалғастыру үшін жақындайды. Ник дыбыстан есеңгіреп, үрейленген Кесси ер адамға төзуін айқайлайды, бірақ ол жеңілгенін біледі және соңғы күшімен қызды лақтырып жібереді.
Қақтығыс аяқталғаннан кейін көріпкел жаңа көрініс көреді, және қашқын мутант бағытын өзгерткен сияқты екенін түсінеді. Сондықтан Ник оның іздеуіне енді пайдалы емес. Әйел айқайшыға оны шабуылдауды тоқтатуды және бар жарақаттармен сол жерде қалдыруды сұрайды. Ер адам есінен танып бара жатқанын сезеді, және көзін жұмар алдында оған жақындап келе жатқан әйелді көреді. Алыста Кира пирсте тұрған қайықта оянады және қалай келгенін түсінуге тырысып жүре бастайды. Жас әйел жасырынып қалуға шешім қабылдайды және айнада Никтің атын табады. Бұл біреу мутанттарды жинауға тырысып жатқанын көрсетеді. Бір уақыттан кейін Кесси өз көріністерінде көрген орындардың тағы бірін табады және Никке тап болады. Оны емдеу қабілеті бар мутант қадағалап тұрған. Үрейленген қыз досының мылтығын әйелге қаратып, ол анасының танысы болып шығады. Мутант жылдар бұрын Кессидің анасына уәде бергенін айтады және енді оны орындау үшін Никтің жарақаттарын емдеуге шешім қабылдайды. Ол денесі қалпына келгенде қатты ауырады. Бірнеше минуттан кейін ер адам қалпына келгенін сезініп оянады және қыз оған гүл сыйлайды. Сол сәтте Ник бұл өткенде әкесі айтқан жас әйел екенін түсінеді және ер адамның шындық айтқанына қуанады. Кесси анасы ешқашан өмір сүрген ең күшті көріпкел болғанын түсіндіреді және оны бақылауға қорқып, дивизия әйелді мекемеге қамауды шешкен. Көп ұзамай қыз Кира зертханадан алған құпия портфельді алып жүргенін, ал оның көріністері бойынша ол дивизияны жоюдың кілт екенін түсіндіреді. Бұл миссияның қауіпін түсініп, Ник дайындала бастайды және Кесси соңғы көрінісі бойынша олардың екеуі де осы сапарда өмірлерінен айырылуы мүмкін екенін ашады. Соған қарамастан ер адам мән бермейді және мутанттар бірге Кираны іздеуге аттанады. Ол қалада араласып жүреді, бірақ бірнеше минут ішінде дивизия агенттерінің жұбымен табылады. Жас әйел ұсталып, тергеушілердің көлігіне отырғызылады. Олар мекемеге қарай жүреді. Дегенмен жолда Кира өзін нашар сезініп тұрғанын айтып, тоқтауды сұрайды. Тұтқынды тірі күйінде жеткізу үшін ер адамдар өтінішті қабылдайды және агент Мак мутантты ваннаға шығарып, холлден сыртта күтеді. Бір кабинкаға кіргенде Кираға идея келеді және Мактан өткенін сұрап, ағасының өліміне кім жауапты екенін білетінін сұрайды. Көп ұзамай қашқын психика күштерін пайдаланып, ер адамның санасын манипуляциялайды. Агент холлден ағасын атып жатқан көріністі көреді. Әріптесі жауапты деп ойлап, Мак ашуға мініп, ойланбастан ер адамға артынан атып жібереді. Дегенмен ол мұны істеген бойда Мак қойылған иллюзиядан оянады және жасаған қателігін түсініп, Кирамен бетпе-бет келуге жүгіреді. Ол күтпегені қашқын бұған дайын болғаны және ол жауды көзіне химиялық зат шашып таң қалдырады. Соған қарамастан Мак күресті жалғастырады және Кирамен бірнеше соққы алмасады. Ол өмір сүру үшін барын салады. Қақтығыс кезінде әйел бірнеше рет соғылады, бірақ берілмейді және білезігі ер адаммен бұзылғаннан кейін оны есеңгірету үшін маневр жасайды. Көп ұзамай Кира қолын пайдаланып агентті ұрып иесінен тандырады. Енді қашуға уақыт бар, мутант тез шығуға асығады. Мактың мылтығын және холденнің көлік кілттерін алып, ұзақ қашықтыққа оңай жүруге мүмкіндік береді. Бірнеше сағаттан кейін Кесси мен Ник таксимен бірге жүреді және қыз соңғы көрінісі туралы салған суретін көрсетеді. Олар ақпарат алу үшін әйел іздеп жүрген Инжу туралы атақты түнгі клубқа бару керектігін түсіндіреді. Шатасқанына қарамастан Ник психик шындық айтып тұрғанын біледі және жүргізушіден маршрутты өзгертуді сұрайды. Күн батқанда агент Мак басшысымен кездеседі және Кираның сынған білезігін қамтитын пакетті алғаннан кейін Генри бағыныштысын сұрайды. Әйел оның санасына басқа ештеңе салған жоқ па деп. Жұмысын сақтағысы келген ер адам өзін жақсы сезініп тұрғанын айтады, сондықтан алаңдауға ештеңе жоқ. Дегенмен Генри бұған сенбейді және сол сәтте зертхана басшысы да Кира сияқты адамдардың санасын манипуляциялай алатын мутант екені ашылады. Агент жасаған қорқынышты қателікке ашуланған көшбасшы оны жазалауды шешеді және өз мылтығымен өзін өлтіруге мәжбүрлейді. Кейінірек Ник пен Кесси қыз көрінісінде көрген клубқа келеді және 10 жылдан астам дивизияда жұмыс істеген. Жұмыстан шығарылғаннан кейін күштерін пайдалануға тыйым салынған иллюзионист мутант Хукпен кездеседі. Ник Хуктан Кесси клубтағы көріністерінде көрген нақты Инжуды табуға көмектесуін сұрайды. Иллюзия күштерін пайдаланып, ер адам Кессидің қолында Инжу жасайды және заттың сыртқы түрін растағаннан кейін оған Эмили туралы ақпаратты қағаз береді. Ол да бұрынғы дивизия қадағалаушысы.
Әйелмен кездескен бойда жұп бүкіл жағдайды түсіндіреді, және дивизияның жауларына көмектесуге біраз қарсы болғанына қарамастан Эмили өзі білетінді айтады. Ол біраз уақыт бұрын Генриден інжу алғанын ашады, және ол Кираның білезігінің бөлігі ғана екенін, ол қашу кезінде бұзылғанын айтады. Қабілеттерін пайдаланып, қадағалаушы әйелдің бар екенін анықтайды, олар оны Коулун пирсінде таба алатынын айтады. Сол уақытта Кира көлік жанындағы жұпқа жақындайды, және олар ескі достар екенін, жүруге шақырылғанын иллюзия жасайды. Дегенмен көлікке отырар алдында әйел Ник пен Кессидің жақындап келе жатқанын көріп, ер адамды атып жібереді. Бірден кейін жұп мылтық дауысынан үрейленіп қашады. Сол сәтте Ник Кираны таниды, өткенде олардың романтикалық қарым-қатынасы болғанын еске түсіреді. Тез арада жұп қашқынды тыныштандыру үшін жақындайды. Жұртқа араласып, Ник Кирадан Кесси көріністерінде көрген портфель туралы сұрайды, бірақ әйел дивизия жадысын өзгерткендіктен көп есіне түспейтінін түсіндіреді. Сол сәтте Кесси суреттерінің бірін аяқтайды, онда ол, Ник және анасы бәрі өледі, және досына болжағанын айтуға шешім қабылдайды. Қыз Кира портфельді қолында ұстамайтынын анықтағаннан кейін ол пайдасыз болып, болашақты одан да нашарлататынын түсіндіреді. Сонымен қатар Кесси қашқыннан құтылу керектігін, әйтпесе дивизиямен бірге ұсталуы мүмкін екенін айтады. Бір уақыттан кейін фургон орынға келеді. Ник тобын дивизия қуып жүрген қашқындарға көмектесе алатын мутант досы Пинкпен кездестіруге апарады. Сондықтан топ біраз уақыт жасырыну үшін қонақ үйде қалады. Бар шудың шаршауымен Кесси Кираның жады қайта оралуын күтіп жүріп кетуге шешім қабылдайды. Жүріс кезінде жас әйел біраз уақыт бұрын оларға шабуыл жасаған психикпен таң қалады, және әйел оның қалай жойылатынын білетінін ашады. Қызыққан Кесси мутанттың альбомына қарайды, және жабайы жолбарыс суреттерін көреді. Кетер алдында көріпкел аңшы портфельді табатынын, және қашқындар тобын жеңетінін айтады, өйткені ол мұның алдын ала болатынын біледі. Одан кейін әйел кетеді, және Кесси бүкіл жағдайдан өте алаңдап, салқындау үшін сусын ішуге шешім қабылдайды. Бірнеше минуттан кейін қыз пәтерге оралады, онда Кираны барлығын қауіпке тігіп жатқан үшін сөгеді, және көріпкел аңшы оларды ерте ме кеш пе табатынын ашады. Алаңдаған Пинк көріпкелдердің күштерінен қашқындарды жасыра алмайтынын айтады, және топтың жауларына бірнеше нысана беру үшін бөлінуге дайындалуын ұсынады. Келесі күні Кесси қысқа түс көргеннен кейін оянады, және айқайшы бауырлармен бірге көріпкелдің пәтерге жақындап келе жатқанын көреді. Табылмас бұрын қашқындар оқиғадан жоғалып кетеді, және аңшылар тағы да сәтсіздікке ұшырағанына сенбейді. Жақын жерде Ник пен Кесси Кира мен Пинктен бөлініп, қыз егер портфельді табу үшін ештеңе істемесе, анасы жойылатынын айтады. Уақыт аз екенін түсініп, Ник әрекет етуге шешім қабылдайды, және Эмилиге Генриді оған берілген інжу арқылы қадағалауды сұрайды. Содан кейін ер адам зертхана басшысын тауып, телекинезін пайдаланып оны және күзетшісін бағындырады. Дегенмен Генри Никті оны жоюдан бас тартуға мәжбүрлейді. Кира өте ауру екенін, келесі инъекцияны тез алмаса өмірінен айырылуы мүмкін екенін айтады. Әйел пәтерде болған кезде кейбір симптомдар көрсеткенін есіне түсіріп, ер адам зертхана басшысы шындық айтып тұрғанын түсінеді және қаруын төмендетеді. Мүмкіндікті пайдаланып, Генридің күзетшісі біреуін ұстап, Никке шабуыл жасайды. Мутанттар арасында қақтығыс бастайды. Тірі қалу үшін Ник лақтырылып, еденмен сырғанаған кезде күзетшіге оқ атады. Соған қарамастан ер адам оқтарды күші өрісімен блоктайды, және Никке қарсы шабуыл жасайды. Ол да қарсыласы сияқты оқтарды блоктауды үйренеді. Көп ұзамай күзетші бағаналардың бірінің артына жасырынады. Оны ұруға қанша тырысса да мутант оқтары бітеді. Қарсыласының қорғансыздығын пайдаланып, агент Никті лақтырады, және ол жойылмас бұрын Генри қақтығысты тоқтатуды шешеді. Содан кейін ер адам кетеді. Ник Кессимен қайта қосылады. Ол не істеу керек және не істемеу керек екеніне көбірек назар аударуды сұрайды. Кейінірек жұп пәтерге оралады, және ер адам Кирадан портфель туралы ішінде не бар екенін білетінін сұрайды. Әйел затта дивизия жасаған жаңа сарысу шприцтері бар екенін, ол мутанттардың күштерін шекке дейін ынталандыратынын, бірақ әсері біткенде өмірінен айырылатынын айтады. Сонымен қатар Кира сынақтан аман қалғаннан кейін қудаланып жатқанын, бастық оны күшті және өлмейтін армия құру үшін пайдаланғысы келетінін түсіндіреді. Сол сәтте Кесси жаңа көрініс көреді, және Кираның аяқ киімінде жасырынған кілтті табады.
Әрекет ету уақыты келгенін түсініп, Ник Эмилиден кілт не ашатынын білуін сұрап, жоспар құра бастайды. Сонымен қатар кілт қаланың ғимараттарының бірінде жасырылған затқа тиесілі екенін анықтап, топ психик олардың ниеттерін болжап отырғанын түсінеді. Сондықтан нақты идеясыз, импровизацияланған жоспар құруды шешеді. Сол уақытта Ник топтың әр мүшесіне және өзіне хат жазады. Мұны жасап болғаннан кейін соңғы жадын өшіруі мүмкін екенін, оларды қауіпсіз ұстау үшін. Бірнеше сағаттан кейін Пин Кирамен таксимен кетеді. Ол инъекциялардың әсері өмірін тоқтатпас бұрын Генриге тапсырылады. Оны табуға көп уақыт кеткеніне ашуланса да, бастық Пингті төлеммен марапаттайды және уақытты босқа өткізбей кетеді. Пин хатын ашады және Никпен пирсте кездесуге кетеді. Онда Кира оянған қайықты көрсетеді. Тез арада ер адам көрсетілген қайыққа жүзіп барады. Онда Кираны қауіпсіз ұстаған сананы басқарушы мутант Оо Чангпен кездеседі. Жағдайды түсіндіргеннен кейін Ник ер адамнан соңғы 2 сағаттағы жадын өшіруді сұрап төлем береді. Көмек үшін ризашылық білдіріп, ынтымақтасуға көндірілген Оо Чанг мутанттың соңғы жадын өзгертеді және осының арқасында көріпкел көріністерін жоғалтады. Алаңдаған әйел болғанда жоғарғы басшысына хабарлауға барады және жаза ретінде бетіне тартылады. Сол уақытта Хук Эмили айтқан ғимаратқа барады және күштерін пайдаланып ішке кіреді. Көп замай ер адам қызметкерлер аймағына барады және мылтық ұстаған қарт әйелмен таң қалады. Хук тез өтірік айтып, заттарын алуға келгенін айтады және кілтті пайдаланып шкафтардың бірін ашып, топ іздеген портфельді алады. Одан кейін ер адам қарт әйелдің жоғалып кеткенін байқайды және Кессиді табуға кетеді. Кетер алдында Хук тапқанға ұқсас жалған чемодан жасайды және затты жасыру үшін Кесси ғимараттан жалғыз шығады. Сол сәтте Ник қайықта оянады және хатын ашады. Онда топ жинаған портфельді үйде табуы керек деген бір ғана нұсқау бар. Мұны істегенде ер адам емдеу қабілеті бар мутантпен таң қалады. Ол өзі опасыз екенін ашып, артынан шабуыл жасайды. Әйел портфельді одан алады және көп замай айқайшы бауырлар Никті аяқтау үшін пайда болады. Дегенмен оларды мутант тоқтатады. Келісім бойынша Никтің өмірін баяу алу керектігін айтады. Сондықтан жұп әйелдің төлемі бар сөмкені қалдырып, чемоданды бастыққа тапсыруға кетеді. Сол сәтте Ник қаруларын басқарып жауын бағындырады, жарақаттарын қайтаруды бұйырады. Сол уақытта аңшылар тобы чемодан нағыз емес екенін түсінеді және алданғанына ашуланады. Емдеуші мутант тұзаққа түскен топ Кесси мен Никті қауіпсіз етеді. Келесі жоспар кезеңіне өтеді. Ал Кира Генримен манипуляциялана бастайды. Ол оның жадын өзгертіп, олар бір жақта деп сендіреді. Жұп тағы да бөлінеді және Кесси мейрамханаға барады. Екінші қабаттағы қоймаға қарай жүреді. Орынға келгенде қыз жолбарыс басып шыққан қораптарға тап болады және жойылатын сәті келгенін түсінеді. Сол сәтте психик пайда болып қызды атуға дайындалады, бірақ Оо Чанг оны таң қалдырып, жадын бір бөлігін жойып, мутантты есінен тандырады. Енді қудаланбайтын болғандықтан жас әйел кетеді және сананы басқарушы Кессидің анасы онымен мақтанатынын айтады. Алыста Ник жалғыз белгіленген пәтерге жүреді. Онда Генримен кездесіп, оны торуға тырысады. Дегенмен ер адам Кирамен таң қалады. Ол олардың өткенде ешқандай қарым-қатынасы болмағанын, шын мәнінде оны манипуляциялау үшін өзі жасаған иллюзия екенін айтады. Бұл шындық па, жоқ па білмесе де Ник шоғырлануға тырысады және ұялы телефонын Генриге лақтырады. Ол Хуктың қоңырауына жауап береді, досын босатуды, портфельдің қайда екенін білгісі келсе деп бұйырады. Бір уақыттан кейін зұлым ғимарат құрылысына барады және Никті есінен тандырып, багажға салып, Хукты табуға аттанады. Дегенмен олар жалғыз емес, орнын тапқан, портфельді алған трио мутант аңшылармен қоршалып, затты беруін талап етеді. Торға қарамастан Генри берілмейді және жасырынуға жүгіреді, ал күзетші оқтарды блоктап, әр аңшыны жояды. Сол уақытта мутант жауынгерлердің жабдықтары мен денелерін барлық бағытта лақтырып, ғимарат айналасында үлкен хаос тудырады. Сонда шығу үшін Кира бір сарбазға күшін қолданып, қаруын алып тастайды. Генри оны жою үшін және қашу үшін. Көп замай күзетші тағы 2 жауды лақтырады және бірі көлікке түсіп, Никті босатады. Кираға көмектескісі келген ер адам атысқа жүгіріп, алдындағы бірнеше сарбазды жояды. Ғимараттың екінші жағында Кира өмір сүруге тырысады және бір топ жауды қорғау үшін басқарады. Сол сәтте Ник бұрынғы қызымен бетпе-бет келеді, бірақ сөйлеспес бұрын күзетші шабуыл жасап, оны лақтырады.
Жаудың істегендеріне ашуланған Ник күштерімен шабуыл жасап, телекинезін пайдаланып соққыларын күшейтіп, оны құлатуға қол жеткізеді. Сол уақытта айқайшылар екі мутантты жою үшін пайда болады, бірақ күзетші оларды телекинезімен жояды, бауырлардың әкесін ашуға қалдырып, кек алады. Қарт ер адам нысандарына қарай қатты ырылдайды, және соңғы күш-жігерімен Ник ғимарат негізін үстіне құлатып жібереді. Одан кейін Ник Кираға көмектесуге жүгіреді, және Генридің психика бұйрықтарына қарсы тұрып, шприцті ұрлауға қарсы тұрады. Бастық ер адамға мұны істемеу керектігін, ол доза енгізілген бойда оны жоятынын, ал Кира оған иммунитеті бар, жалғыз адам екенін түсіндіреді. Дегенмен ер адам Генриге тыңдамайды және ерітіндіні енгізеді, бірнеше секундта өмірінен айырылады. Никтің потенциалын босқа кеткеніне өкінсе де, бастық Кирамен бірге оқиғадан кетеді, бірақ ол түсінбегені бұл жоспардың тағы бір қадамы ғана және ер адам әлі тірі. Содан кейін Ник Кейсимен қайта қосылады, және жұп құрылыс алаңындағы қоқыс жәшігінен нағыз портфельді алады. Мутант өзіне қолданғаны тек соя соусы болғаны ашылады. Ақырында жұп Кираны құтқару үшін келесі қадамдарын жоспарлайды, ол Генримен ұшу кезінде хатын ашады. Сол сәтте әйел Никпен түсірген фотосуретін табады.